Кенвуд гүл осылай бізге қып-қызыл доп-домалақ бір келкі қылып бауырсақты пісіріп берді. Бауырсақтың рецебі астында жазылады. Оны илеп берді. Сіздер білесіздер қалай илейтінін. Сосын бір жақсы жері Кенвудда расстойка теста деген функциясы бар. Өзі сол жерде 30 градуста қамырыңызды осылай ашытып береді. Қараңыздаршы, қандай қамырыңыз 2 есе болып ашығаннан кейін оны аласыздар да. Мен домалақ қылдым. Домалақ қылып кесіп аласыздар. Қайтадан Кенвуд гүлге сосын майды құясыздар. Градусын саласыздар. Өзі мұны бір келкі қылып сіздерге пісіріп береді. Айналдырып тұрады, ауыстырып тұрады бауырсақтарыңызды. Осылай бауырсақтарыңыз әп-әдемі болып көтеріліп, қып-қызыл болып піседі. Рахмет саған, Кенвуд гүл.